Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен тюльпан немесе пирамидка деп аталатын осы керемет қатпарлы самсалардың рецептісімен бөлісемін. Бұл самсалар кез келген мерекелік дастарханыңыздың көркін ашады. Пирамидка самсалары өте қатпарлы және дәмді болып шығады. Самсалардың түйілуі, формасы ерекше, сондықтан да өте әдемі болып көрінеді. Кез келген дастарханыңыздың көркін ашатыны сөзсіз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай самсалар өте қатпарлы және ешқандай арасында қалың қамыр болмайды. Видеоға лайк басып, комментарийға жақсы сөздеріңізді жазып, каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, достарыңызбен видеоны бөлісіп қойсаңыздар болады. Бөлме температурасындағы 300 мл суға 1 ас қасық тұз, 1 дана жұмыртқа саламыз, жақсылап вилканың көмегімен араластырып аламыз. Сонан соң ұнымызды салып, барлығын бірге қоспаймыз, аз-аздан қоса отырып илейміз. Қатты қамыр бізге керек емес, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Жалпы қанша ұн кететінін описание бөліміне жазып қалдырамыз, содан аздап көбірек немесе аздау кетуі мүмкін. Құрамасына 1 кг фаршқа 3-4 дана туралған пияз, 1 ас қасық зіра және қара бұрыш, дәміне қарай 1 ас қасық тұз қосамыз. 40 мл шамасында су және аз көк қосамыз. Құрамасы біріккенше жақсылап араластырамыз. Көбірек болғаны жақсы, егер фарштарыңыз аз болса, картоп немесе капустамен толықтыруға болады. 400-500 грамм көлеміндегі сары майды ертіп аламыз. Дем алып, дайын болып тұр. Енді целлофан пакеттен алып 4 бөлікке бөлеміз. 4 майда бөліктерге бөліп алдым. Өзіме жаюға ыңғайлы болу үшін 2 бөлікке бөліп, жұқа етіп жайып алсаңыз да болады. 4 бөлікке бөліп, осылай суала жасап, бөлігін алып жұмыс жасаймыз, ал қалған 3 бөлігін целлофан пакеттің астына қоямыз. Қамырлар тым жұмсақ емес, не тым қатты емес, сондықтан да жұмыс жасауға өте ыңғайлы, тез-тез жайып алуға болады. Осылай айналдыра отырып, қамырдың екі шетін ғана басып, өте жұқа етіп қамыр жаямыз. Қамырды жая алғандарыңызша өте жұқа етіп жайған дұрыс. Өйткені қаншалықты жұқа етіп жайсаңыздар, соншалықты қатпарлы болып шығады. Қармай еріп тұр. Енді қамырдың барлық бөлігіне тиетіндей етіп құямыз. Барлығын құйып алғаннан соң қолдың көмегімен, қолмен жасаған тезірек болады, сондықтан қолдың көмегімен барлық жеріне тегізіп жағып шығамыз. Майдың барлық жерге тигені жақсы, оның қатуы шарт емес, сосын осылай рулетик етіп орап шығамыз. Алған 3 қамырымызды да бірінші қамыр секілді жұқалап жайып, арасына май жағып, жаңағы бірінші орап алған қамырымызға барлығын бірінен соң бірінің үстінен бірін осылай орап шығамыз. Неге бізде соңғы қамыр жайылды, қамырды осылай барлығын бір-бірінің үстіне қатпар-қатпар етіп орап шығамыз. Жалпы дайын болған қамырды тағы да өз ара осылай орап шығамыз. Сонда қатпары көбірек болады, ешқандай арасында қамыры болып қалмайды. Болған қамырды 20-30 минутқа тоңазытқышта қойып аламыз, сонан соң жұмыс жасай беруге болады. Тоңазытқышта тұрды, кішкене майы қатты, енді осындай үлкендеу бөліктерге бөлеміз. Біз сол үлкен бір бөліктен 2 бөлік самса шығарамыз. Майда дөңгелек бөліктерге де жасауға болады, бірақ онда жаңағы қамырымыз қалыңдау болып кетуі мүмкін, сондықтан үлкен бір бөлікке бөліп, сонан соң 2 бөлікке бөліп, 2 самса шығарған өте әдемі болып шығады. Самсаны барынша жұқа етіп жаямыз. Жайылған қамырды тең 2 бөлікке бөлеміз және видеода көрсетілгендей етіп түйіп аламыз. Піскен кезде өте қатты қалың қамыр болып кетпеу үшін екі жағы бір-бірін жауып тұратындай қамыр етіп орап алсақ жеткілікті. Ішіне салмасын салып, екі жағын қосып біріктіріп және салмасы шықпайтындай етіп, астын пирамидка етіп түйіп тастаймыз. Түйілген самсаларды табаға қою барысында бір-бірінен кішкене алшақтай етіп қоямыз. Пісу барысында самсаларымыздың көлемі кішкене ұлғаяды. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бірнеше рет түйілу жолын көрсетіп өтейін. Барлығын видеодағыдай жасайсыздар.
Салмасын толық етіп салған жақсы, сонда пирамидканың формасы дұрыс шығады. Достар, менің каналымда бұдан өзге де керемет болып шығатын самсалардың рецептері бар. Толық өтіп қарасаңыздар болады. Достар, самсалардың барлықтарын түйіп алдық. Енді жұмыртқаның сарысына аздап сүт қосып, барлық жеріне тиетіндей етіп жағып шығамыз. Және барлық жеріне тиетіндей етіп күнжіт сеуіп шығамыз. Күнжіттің орнына мак сеуге де болады. Мен осы самсаларға кішкене ерекшелік бергім келді, сондықтан жұмыртқаның ағын жағып, оның үстінен осындай тәтті бұрышты жағып шығамыз. Паприка ешқандай оның дәміне қатты әсер етпейді, тек қана оның көрінісін өзгертеді. Самсалар дайын 170-180 градуста 30-35 минутта өте тез дайын болады. Мінекей қыздар, самсалар пісіп дайын болды. Бұл самсалар маған, отбасыма және қонақтарыма өте қатты ұнады. Самса менің сүйікті самсаларымның біріне айналды десем болады. Сондықтан рецепті тиімді пайдаланып, қорықпай жасай беріңіздер. Достар, рецепті жоғалтып алмау үшін каналға тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сонда менің жаңа видеоларымды бірінші болып көріп отырасыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Салтанат. Қош сау болыңыздар.